Саламатсыздар ма балалар? 9 сынып география сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын берілген суреттерге қарайық. Яғни 4 сурет бір сөз әдісі бойынша бүгінгі тақырыбымызды ашып алайық. Суретте не берілген? Балалар, суретте адамдар, халық бейнеленген. Бұл дегеніміз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халық, демографияға байланысты. Әлеуметтік география бөлімі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы демографиялық жағдай және демографиялық саясат. Сабақтың мақсаты 9-4-1-6 Қазақстанның демографиялық жағдайын талдап, демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсыну. Бағалау критерийлері Қазақстанның демографиялық жағдайын талдайды, демографиялық саясаттың моделін ұсынады. Терминдер: демография, демографиялық жарылыс, демографиялық дағдарыс, демографиялық саясат, табиғи өсім, механикалық өсім. Демография халықтың өзгеруі, туу және өлім-жітім, көші-қон, этникалық құрамы, географиялық таралуы туралы ғылым. Демографиялық жарылыс, демографиялық күрт өсу. Әлеуметтік экономикалық немесе жалпы экологиялық жағдайлардың жақсаруымен байланысты халық санының күрт өсуі. Демографиялық дағдарыс бұл жеке қоғамда да, жалпы планетада да туындайтын демографиялық проблемалардың жиынтығын білдіретін термин. Мұндай дағдарыстың бірнеше негізгі түрлері бар. Олардың біріншісі халықтың айтарлықтай азаюы. Демографиялық саясат елдегі және аймақтағы халық санын реттеуге бағытталған мемлекеттің ішкі саясатының бір саласы. 2021 жылы 1 қыркүйек пен 30 қазан аралығында жүргізілген ұлттық халық санағының алғашқы нәтижесі бойынша Қазақстан халқы 19.169.550 адамға жетті. Қазақстандықтардың 48,71% ерлер, 51,29% әйелдер. Қазақстан халқының орта жасы 31,94 жас деп көрсетілген. Жалпы халықтың 33,97% 17 жасқа дейінгі балалар, 19,72% 14 жас, 28 жас аралығындағы жастар, еліміздегі қазақтардың үлесі 70,18%-ға жеткен. Халықтың 59,5%, яғни 11.320.410 адам еңбекке жарамды деп танылған. Топтық тапсырмалар: бірінші топ Қазақстандағы халықтың табиғи қозғалысы, графика салу. Екінші топ халық санының динамикалық себептері, ойталқы пирамидасы арқылы жұмыс. Үшінші топ Қазақстан демографиялық жағдайы, фила әдісі бойынша жұмыс. Дескриптор: Қазақстанның демографиялық жағдайын талдайды, халықтың табиғи қозғалыс типтерін графика түрінде көрсетеді, халық саны динамикасының себептерін анықтайды. Жеке жұмыс: есептер шығару. Балалар, дәптерлерімізге есептер шығарамыз. Дескриптор: демографиялық көрсеткіштер арқылы халықтың табиғи өсімін есептей алады. Жұптық жұмыс: ойлан, жұптас, бөліс әдісі арқылы халық әркелкі қоныстанған аймақ, халық тығыздығы жоғары аймақ, халық тығыздығы төмен аймақ бойынша атлас картаны пайдаланып кескін картаға түсіреміз. Дескриптор: Қазақстан халқының тығыздығы картасымен жұмыс жасай алады. Халық әркелкі тығыз, сирек қоныстанған аймақтарды картадан тауып түсіндіреді. Қорытынды: демографиялық саясат, демографиялық жарылыс, демографиялық дағдарыс терминдеріне анықтама беріңіз. Халық көп ұлтты, бір ұлтты, өседі, көбейеді, көшеді сөздерін қолданып 4 жол
өлең құрастырыңыз. Нысана кері байланыс арқылы оқушылар өздерінің бүгінгі сабақ жөнінде кері байланыстарын білдіреді. Үй тапсырмасы тақырыпты оқу 2021 жыл бойынша туған